Ұл-қыздың ауруымен ауырғалы, әлемнің қиындаптау қабылдауы, Түркияда демалып келдің бе деді, інім келеге қойған жоқ сабыр әлі. Стамбулда кенжінің оқушы еді, сол жақтан жанама деп ғалым бағы. Сол інім кішкентайлы болды биыл, тұңғыш өмірге қалыңдады. Жаныма қатты батып жүруші еді анамның сүт кенжесін сағынғаны. Анамды сол жерге ертіп барып келдім, перзенттік парыздан сәл арылғалы. Шеттегі немересін бір иіскесе ананың басылмай ма ауырғаны. Орнына бауы беріп болсын деудің, інімнің қалай болды қағынғаны. Емешегім үзіліп мен отырмын, ініме жан бауыр деп жанымдағы. Байқаймын бұл інімде жүрек жоқ ау, бауырына езілмес бауыр жағы. Өз ағаңды ағалай алмай жүрсең, тектілік қайда сенің қаныңдағы. Асланбек байқап сөйлегейсің, ағаңның қиын емес жалындауы. Жыланның білесің ғой, үш кессе де бойында кесірткедей арындары. Ат үстінен сөйлейтін болыпсың ғой, атың шығып қазаққа танылғалы әгейға. Түркияға барып келдім, бауырлас ел қабағын бағып келдім. Ата жұртын аңсаған қандастармен қауышып тұрмыстарын танып келдім. Ел аңсаған сағыныш мауқын басып, кеудесіне бір үміт жағып келдім. Мәдидің бір әнін салып бердім, Тәттімбектің саржайлауын шалып бердім. Түріктің қыздарының массаж емес, қандастың ақ батасын алып келдім. Айтыста ағымыздан жарыламыз, аста төк өлең төгіп ағыламыз. Өз елінде өгейдің күнін кешкен Асланбек тілдің жайын нағыламыз. Ширек қасыр тілімдеп зарласам да түгенген жоқ, қатыпты жаныма мұз. Қазан ошақ қасында отырып ап, қазақ тілдің қамын жеп қамығамыз. Түрік келіп жоқтаса тілдің жайын, мұнысы пиар ғой деп жабыламыз. Үкімет пен биліктің тілі басқа, су құя алмай жүрміз ғой қолына біз. Қазақ тілін білмейтін министр көп, амал жоқ әміріне бағынамыз. Десек те рухани жаңғырамыз, осыған келген кезде аңырамыз. Ордада орыс тілін ордаңдатпай, қашан бұлдық санадан арыламыз. Дауысын бозын айтып қарлығып жүр, астында атын шабан барлығып жүр. Елбасы айтқан рухани жаңғыруды бүгінде жұрттың бәрі сән қылып жүр. Телеарнаңды жынжыбыр жайлап алып, сайт-мазақ әзілкештер жандырып жүр. Одан қалды ол аз болса есілген эстрада, жастардың есін алып лаң қылып жүр. Эфирден айтысыңа орын тимей интернеттің мағлұғын шаңғылып жүр.
Дәстүрлі ән менен күй терме жырды, терме жырын халқына сағындырып зар қылып жүр. Дәстүрлілер қорада қамаулы тұр, сонда қайтып бұл қазақ жаңғырып жүр. Дәстүрменен басқада шаруасы жоқ, ұлықтар тікұшақпен аңдуып жүр. Жұмыс жоқ, үй күйі жоқ, қара қазақ қай қалаға барсаң да қаңғырып жүр. Рухани жаңғырудың мәңгіріп жүр. Бетіңе жан қаратпайсың, бірақ та құлағыңа оқ атпайсың. Осылай кезегіңді бердім саған, өзің біл, енді қалай сараптайсың. Бәйгеге күнді қосса күнді ұзатын, алдына қара салмас дараттайсың. Қазақтың қай жерінде айтыс болса домбыраңды құшақтап далақтайсың. Жүрегінің құлағына маза бермей қай жерде айтыс бар деп алақтайсың. Аман жолдар ай сайын алушы еді, сен болсаң апта сайын сораптайсың. Қойныңда жар, бауырыңда балаңда жоқ, осы сен неменеге жалақтайсың. Отызға жасың келді, міне бейіт байқаймын, қыз жағына олақтайсың. Ақкөт торғай секілді ұшып қонбай, сен қашан құтторыңа қонақтайсың. Ал торғайға тұрған кезде тірелі бой, Аспанбек жыр тұлпарын мінеді ғой. Қазыбекті тудырған келдекенде 30-ында үйленген дүр еді ғой. Бұйырса ертең мен де үйленемін, ол деген болашақтың жыр еді ғой. Ақкөт торғай дегеннің бір түрі екен. Демейін бұл ақиқаттың тірегі ғой. Ағамыз аппақ киім киіп алып, маған ақкөт торғай деп күледі ғой. Қай жерімнен ақ түсті көріп тұрсын, Аспанбек қара киіп жүреді ғой. Мен өзім құстың артын көрмеп едім, дегенмен самғабышып жүреді ғой. Қарқып торғайдың арты қандай болатынын торғайдың жігіттері біледі ғой. Ақкөт торғай дейсің бе? Осыма сөзің тоқтаған, белден төмен кетпейіп, өзің едің ғой кеттаған. Айбек ағам болғасын, қатты сөз айтып жатқан жоқ, тәлім берген деп көп маған. Бірақ Айбек ағамыз інісі деп қарамай мылтығын маған оқтаған. Ақкөт торғай дейді ғой, табиғатты жоқтаған. Жындысқа құсап отырсың, үйіне келген әке, қонағын әкесінен боқтаған. Ол ұлылығын сұрасаң, бұл тауда жатқан хандардай, тарихы терең елдің арғанатыдағы аңғардай, жайылып жатқан жаңарқа, жылқы төресі қамбардай. Жырымнан жұртым шөл бастым Сартоқаның үйінде, сабыры бішкен саумалдай. Ақсу аюлы бауыры жақсы жәкемнің ауылы, өтерсің қалай аңғармай. Жидебай мен Серкібай қосылып көсіліп қатар жатқан жер, сапта тұрған сардардай. Алтын құрсақ Ақтоғай, бекзада жұрттың бағасы бекасыдағы балбалдай. Шашубайды көргендей Бектауға көріп таңғалмай, Ақсораңның бауырына Әлихан атам туғанда Алланың нұры жауғандай. Ол құзының бәрәнші жұлдызы биік жанғандай. Тағы да біраз сөз өйлей төгейін, ақ жауын жырды маржандай. Ақ қорадағы су алмас қасымнан құдық қалғандай. Төге берейін, қарқаралыға келейін, мәби боп жырлап көрейін. Арқада жортқан арландай, қали боп тулап көрейін, ғарышқа тоқтар самғардай.
Айналайын Айеке, сен шырылдатып жүргенде соғысатын жау қалмай, сен шешпеген дау қалмай, Нұр Отанға кіріп кетіпсің. Қарқаралыға қосылған Егінді Бұлақ деген аудандай. Содан бері ағамыз жуасып қапты шынымен, сөйлін сығып алғандай, күресуді қойғалы, креслода ұйқынғандай, отырғаныңда бір түрлі торқалы тойға келіп ап, бата берудің орнына бел қойнаған шалдардай. Жыраулардың зарлысы, шайырлардың шерлісі, Аспанбектің арғысы, Асан қайғының бергісі. Жұртының жайын айтқанда, жүректен ұшар жел құсы. Министрлерді шетінен қуалап жүріп сабайтын, қызыл тілінде белгіші. Әкімдерді құлатқан, жағымпаздарды жылатқан, елімде өткен кешегі едігедей ергісі. Сөйтіп жүрген Айекең қалалық мәслихатқа депутат болды дегенде, кімнің келеді сенгісі? Содан бері болыпсың, құшақ ашық кеңгісі. Баяғы Асан қайғы жоқ, байдың киген шапанын Қожа Насырдай кеулісі. Айбек депутат болып кетсе, ақыр заманның белгісі. Өзгеріпсіз ағасы, төрге шыққалы жоғарғы. Біздің қазақ осындай депутат болып алғанша шырылдап шындық айтады, өзгертем деп қоғамды. Депутат болып алғасын аузын тігіп тастайды, ұмытып сауап болып алды. Айекең де дәл сондай, Торғайды облыс қылам деп өзі депутат болып алды. Бұрын Ахмет деуші едің, ұмыттың қазір оларды. Алталашты ұмытып, Анталияда демалды, Анкарада ем алды. Тағы бір кезек берейін, айтысқа да шықпайсың, өзгерттің ғой модаңды. Айналайын ағайын, көптен бері шықпай жүреді, алдарыңа қайтаран Айбектерің оралды. Тағы бір кезек берейін, президентке дат айтқан 30 жасыңнан не қалды ай? Өлеңмен өмірде де салмақ дедім, сондықтан қазағыма ардақ дедім. Ширек ғасыр жинаған абыройды билікке айырбастай салмақ дедім. Сондықтан құлағымды көп сарсытпа, депутат Нұр Отан деп зарлап менің. Халық қаласа соймайма хан дүниесін, халқым сайлап депутат болмақ дедім. Билік емес ол жерге сәлде болса, елге пайдам тисін деп бармақ дедім. Айбек ағам депутат болып кетсе, қазаққа ақыр заман болмақ дедім. Ағам өссе қолдаудың орнына шәуілдеп балағымнан алмақ дедім. Ағайын құлаған ақиқаттан айныған жоқ, сөзімде менің назар салмақ дедім. Мен былтыр жердің дауын даулаймын деп, құтылмас бір бәлеге қалмақ дедім. Бір жыл бойы айтысқа қатыстырмай жүкеңнен условный алмақ дедім. Мерзімді толық өтеп келіп тұрмын, басымды көп ауыртпа зарлап менің. Сенімді шындығымды білеміз ғой, езіліп елдің мұңын толғап бедің. Нұр Отан мен билікті мақтап айтыстың бар жүлдесін алмап бедің. Жер дауы басталғанда үндемей қап, аузын буған өгіздей болмақ бедің. Ауыр жаппай жау келгенде жар астына тығылып қалмақ бедің. Шырларын төгіп езден өмір, Аспанбек тағнені езгелі отыр.
ағасын бел бойнаған шалға ұқсатып, бұл бәле тағы нені көздеп отыр. Белканың шыққан жері Қарағанды, бұл сонда қай шалдарды меңзеп отыр. Қарағанды шалдары бел ойнайды, Белканы кеш ойнайды, ерт ойнайды. Шалдарға одан басқа ермек бар ма? Неге біздің Аспанбек келді ойлайды? Ойнасау ойнай берсін, қариялар одан сенің қазаның ұртаймайды. Белканы да қатырып, батаны да тарихтан шежірені шерт ойнайды. Белк ойнаған шалдардың айтуынша, белк ойнаған шалдар еш қартаймайды. Өмірде жоқ боламыз, бар боламыз. Біздерде Алла жазса шал боламыз. Шалдың бәрі бата қой бола бермес, әркімге қайдан жетсін саңғарабыз. Қариялар азайып бара жатыр, сиреген қатарынан аңғарамыз. Қарттар деген халықтың қазынасы, белк ойнайды деп оларды қарғамаңыз. Шалдарым ойнаса да аман болсын, белк ойнайтын шалға да зар боламыз. Қазақта қыздар көп қой шын қылықты, ал сенің бойдақтығың тым күдікті. Әр күнде бойдақ жүрген Аспанбекке қандайды жолығарын кім біліпті. Таңдап жүріп таз қызға жолықсаң сен, менсінбей жасап жүрме бір бүлікті. Келдібек бабамызды айтып өттің, сақтаған сол бабамыз шын бұрыпты. Бір мысалды айтайын бүгін саған, бұл жайынан бабаңда үлгі мықты. Қазыбектің әкесі Келдібек би үйлен алмай, ол да біраз жыл жүріпті. Бір күні аяқ ақсап көзі қылый бір қызды келін қылып кіргізіпті. Қанша сұлу тұрғанда мынауың не дегенді бір сөзбен тындырыпты. Сол анамыз тоқбейіл әйел екен, ісіменен сөзіне тыңғылыпты. Міне сөйтіп Келдібек би бабамыз Қазыбектей даланы тудырыпты. Қысқандаудан күйген бала, Келдібек би бабамнан үйрен бала. Аяқ ақсақ болса да ақыласқан бір қызды тауып сенде үйлен бала. Көзі қисық болса да сөзі түзу бір қызбен басты қосып күйлен бала. Қазыбектей ұлдулап бесігінде жөрге күйсі кетпесін үйден бала. Елінің Қарағанды сәні кірсін, жеріңнен бәле жала әрі жүрсін. Сөз тізгінін тартайын осы жерден, ас сөзбен айтысыңның дәмі кірсін. Бүгінгі дұға тілек қабыл болып, жыл сайын арта берсін ағырысың. Өміріңе нәр берген көміріңмен әл-ауқатың жақсарып қамы жүрсін. Сақ пен татар билеген облыста енді қара қазақтың наны жүрсін. Теміртаудың металы үндіс емес, қазақтікі екенін бәрі білсін. Жезқазғанмен Балқашты кәріс емес, біздікі деп жаспенен кәрі жүрсін.
Ордаңа селік ағам тез оралып, қарағанды жүрдім Бұл келеген шапалы ағам бұлай соқпайтын. Үйленемін жарайды, қанымыз неге атпайтын. Депутат деп айтып ем, әңгімеме жақпайтын. Айналайын Айеке Қазбекте болған депутат, жерде жүріп көрдік, көкте қаққайғын. Әлиханда кешегі Думада болған депутат, артындағы жұртының сенімін әркез ақтайтын. Ал бүгінгі депутаттар төрге шығып алғасын бірін-бірі таптайтын. Руластарын жиып ап, халыққа тіл қатпайтын. Ал бұрынғы депутат алашсыз таңы атпайтын. Алаш деген арысты абақтыға жаппайтын. Елім деген ерлерді ел ортасында баптайтын. Жер анасы түгілі бірін-бірі сатпайтын. Домбырасын қолға алса, қара дауыл соғардай, соққан сайын доғармай, тоқтатайық осымен өзімізге көп алмай. Қайда салса да әйтеуір жолын тауып аласың, отқа салса өртенбей, суға салса дем алмай. Жолы болғыш ағамен шахмат ойнап отырып, Каспаровтың екі атын айдап кеткен борандай. Көңіліміз солардай, қолағай күшті ағамен 90 құдық қазған қолардай, аман есен жүре бер, мынау отқан халықтың көңілін әркез қолардай. Ақиқаттың қылышын жарқыратып ұстаған, 20-шы ғасырда қайта туған Бөгенбай. Серуендер, тоқталатын кезімде бір тыңдап қалсын термемдер. Ағайын жұртым аман бол, ел деп әркез терлеңдер. Орта жүздің бұлдары жүзге жетпей өлмеңдер. Бұл өмірдің ешқандай теперішін көрмеңдер. Қарағандым жасай бер, қара кесегім жасай бер. Қалмақты да жеңгендер, Карлақты да жеңгендер. Тоқтат деп тізгін тартқанымыз жоқ, өздері тоқтады. Сөзді бастаған арқалық Айбек Қалиев. Қандай ол? Аспанбек Шұғатаев Баянауыл. Бір 9 қалғаны 10.